Сіздерме құрметті оқушылар, қазақ тілі мен әдебиет сабағын бастаймыз. 6 сынып, бөлім саяхат және туризм. Сабақтың мақсаты Қазақстанды аралаймыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру. Енді балалар, миға шабуыл әдісімен мына сұрақтарға жауап берейік. Суретте табиғи сулардың қандай түрлері бейнеленген? Бұл сулардың қайсысы ішуге жарамды? Судың адам өміріндегі маңызы қандай? Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздері: жаға, қамысты, шипалы, шипалы шөптер, шипалы су. Ары қарай, екінші тапсырма жазылым тапсырмасы. Ғаламтор деректерін танымдық ақпаратты пайдаланып, көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жазыңыздар. 5-ші тапсырма. Оқылым тапсырмасы. Мәтінді оқы, түсінгеніңді айт. Алакөл ауданы 2200-2500 км. Суының көлемі 58-60 текше км. Алакөлде үлкен Аралтөбе, кішкене Аралтөбе, Белқұдық тағы басқа аралдар бар. Алакөлге 15 шағын өзеннің суы құйылады. Олар Үржар, Еміл, Қатынсу, Жаманты, Жаманөткел, Тасты тағы басқа. Сол себепті оның көлемі ауытқып отырады. Көлде алабұға, көксерке, сазан секілді балықтар бар. Енді балалар, сендерге 7-ші тапсырма айтылым тапсырмасы. Мәтінге сүйеніп сұхбатты толықтырыңдар. Үй тапсырмасы 9-ші тапсырма. Бұл жерде сызбадағы сөздерді тіркестіріп, сөйлемдерді құрастырасыңдар. Назарларыңа рахмет. Сабақ осымен аяқталды.